Бүгінгі өтетін практикалық жұмысымыздың тақырыбы түрлі түсті желе әзірлеу. Түрлі түсті желе әзірлеу үшін бізге 500 мл сүт, 50 грамм қант, 20 грамм желатин және де түрлі түсті желелер қажет. Ең алдымен сүтті ыдысқа құйып аламыз. Үстіне қант қосып, отқа араластырамыз. 20 грамм желатинді 150 мл суға езіп қоямыз. Қыздырылып жатқан сүтімізге желатинді қосып араластырамыз. Сүтті желемізді қайнауға дейін жеткізіп, астын басып өшіріп қоямыз. Түрлі түсті желемізге үстіне су құйып жақсылап араластырамыз. Түрлі түсті желемізді отқа қойып қыздырамыз, қайнауға дейін жеткіземіз. Сүтті желемізді 1 см етіп құйып, тоңазытқышта 1 сағатқа қоямыз. Сүтті желенің үстіне 1 см етіп түрлі түсті желені құйып тоңазытқышта сақтаймыз. Осылай стакан толғанша қайталаймыз. Біздің желеміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.